мына жол мен облыстық мәслихатқа депутатқа түсетін кезде осы жолды өтуін менің сайлауалды бағдарламамда болды. Сондықтан бүгін енді қарап шықты. Мына соңғы 50 километр жолына пайдасыз деп есептеймін. Шынын айтқанда мен мына жол деп мынаны екінші категория жол деп мынаны мен айта алмаймын енді. Менің айтар әңгімем болса, мына жол 50 километрді основаниясы қайттан қазып, қайттан салу керек. Қазақстан Республикасы парламентінің Маңғыстау облысынан сайланған депутаттар назарына. Құрметті әріптестер, бүгінде Маңғыстау халқы мен кәсіпкерлер үшін ең маңызды мәселелердің бірі жаңадан салынған Бейнеу-Шетпе тас жолы құрылысының сапасы. Халық арасында үлкен реніш пен резонанс туғызып отырған Алсим Аларко компаниясы тапсырған жаңа жол учаскесі. Қазірдің өзінде бұл жол ел аузында ажалға апарар жол аталып кеткен. Өйткені дәл осы жолдың бойында көліктер жиі апатқа ұшырап, жолаушылар мезгілсіз ажал құшып жатыр. Себебі сапасы сын көтермейтін жолдың беті 2 жыл өтпей ойдым болып ісініп кеткен. 2012 жылы Алсим Аларко компаниясы осы жолдың 4 учаскесі бойынша жалпы құны 25 миллиард 648 миллион теңге көлемінде жұмыс атқарған. Нақты айтқанда, бірінші учаскеде 372 шақырымнан 422 шақырымға дейін, екінші учаскеде 422 шақырымнан 472 шақырымға дейін және 472 шақырымнан 514 шақырымға дейін, төртінші учаскеде 574 шақырымнан 632 шақырымға дейінгі бөлігі төселген. 2014 жылдың аяғында осы учаскелерді тапсырғанда халықтың қуанышында шек болған жоқ. Себебі бұл жол Маңғыстау облысының құрлықтағы жалғыз қақпасы, жалғыз көпірі. Алайда бір жыл өткен соң жолдың сапасы тым нашарлай бастады. Осыған орай Маңғыстау облысы мәслихатының депутаты, өлке тұрғын ретінде және осы тас жол құрылысының аяқталуы менің сайлауалды бағдарламамның бір бағыты болғандықтан, биыл Алсим Аларко компаниясы жұмыс атқарған учаскелердің сапасына мониторинг жүргізуге арнайы топ құрып, жолдың сапасын тексердік. Топ құрамына мен Маңғыстау облысы мәслихатының депутаты, корпорация Каспий строй сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Самат Мусабаев және Маңғыстау облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқарма басшысының орынбасары Тұрбек Спанов, тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы индустрия және даму министрлігі автомобиль жолдары комитетінің өкілі, Маңғыстау жол зертхана мемлекеттік мекемесінің директоры Сайын Демесін, мердігер Алсим Аларко компаниясының өкілдері, Маңғыстау облысының тұрғыны блогер Уәйс Ерсайынұлы мен хатшы Айберген Айтманов қатысты. Мониторинг кезінде жол сапасынан көптеген ақаулар кездестірдік. Жолдың сапасы екінші категория деуге мүлдем келмейді. Тіпті 4-5 категорияға жатқызу қиын. Бір жыл ішінде ісіп, ойылып, жарылып кетсе, енді бір жылдан соң жолдың пайдаға жарамай қалуы әбден мүмкін. Атап айтсақ, бірінші учаске бойынша шамамен 75-80%, екінші учаске бойынша 25-30%, үшінші учаске бойынша 10-15% жолдың негізін сүріп тастап, қайта салу керек. Алсим Аларко компаниясының өкілдері анықталған ақауларды жойып, қайта қалпына келтіруге уәде берді. Құрметті әріптестер, сіздерді, яғни парламент мәжілісі мен сенатындағы облысымыздан сайланған депутаттарды осы жағдаймен танысу үшін өлкемізге шұғыл шақырамын. Халықтың салығына, мемлекеттің бюджетіне салынған жолдың қаражаты жеке қалталарда, бейнеті мен азабы елдің еншісінде қалып қоймауын қадағалайық. Өйткені республикалық маңызы бар тас жолдың мәселесі тек облыстың ғана емес, мемлекетіміздің мәселесі.